Торонтода тау-кен металлургия саласындағы ынтымақтастықтың жаңа көкжиектері атты Қазақстан-Канада бизнес форумы өтті. Шара барысында тараптар аталған саладағы ынтымақтастықтың жаңа мүмкіндіктерін талқылады. Халықаралық көрмеде тұңғыш рет Қазақстан ұлттық павильонының ресми ашылу салтанаты да өтті. Соңғы 10 жылда халықаралық тау-кен өнеркәсібі конференциясына Қазақстан делегациясы үзбей қатысып келеді. Дегенмен биыл бірінші рет жоғарғы деңгейдегі делегация Торонтоға табан тіреді. Канадалық инвесторларға ұлттық павильон арқылы елімізді жан-жақты таныстыру көзделген. Үйеңкі жапырақты мемлекетте тау-кен өнеркәсібін дамытуға басымдық береді. Қазақстанда да мұнай мен газдан кейін экономикада тау-кен саласының үлесі мол. 50 шақты кен орындары бар, және өзіңіз білетіндей бізде Қазақстанда ревизия өтті, кен орындарын ревизиясы өтіп, кейбір инвесторлардан игерілмеген кен орындарын үкіметке қайтадан қайтарып, солардың 60-тан астамы қазір бос, соларға аукцион өткізіліп келеді. Сол аукционды жариялау үшін осында PDSA негізгі мақсатымыз алып келген инвесторлар үшін ұсыныс осы болып табылады. Қазақстан орталық Азияда үйеңкі жапырақ елдің ең ірі сауда және инвестициялық серіктесі саналады. Былтыр Қазақстан мен Канада арасындағы тауар айналым 838,6 миллион долларды құрады. Бұл 2021 жылмен салыстырғанда 69,2%-ке артық. Соңғы 10 жылда Канада Қазақстан экономикасына шамамен 2,7 миллиард доллар тікелей инвестиция салған. Біз 18 айдан бері Павлодар облысына жұмыс істеп жатырмыз. Негізінен мықты алтын өндіру мүмкіндігін қарастырып жатырмыз. Біздің жер қойнауындағы қазба байлықтың көлемін анықтайтын зерттеу жүргізетін командамыз бар. Негізінен әлемде сұраныс көп бағалы минералдарды іздеп табу басты міндетіміз. Қазақстан-Канада бизнес форумының соңында бірқатар екі жақты меморандум бекіді. Соның ішінде Қазақмыс корпорациясы мен First Quantum компаниясы геологиялық барлау жобаларын бірлесіп жүзеге асырмақшы. Ал Bureau Veritas компаниясы мен елімізде халықаралық геохимиялық зертхана құру туралы құжатқа қол қойылды. Нұрбек Бекен, Хабар 24.